Сендер үшін әдемілік деген не? Әркім әдемілікті әртүрлі қылып елестетеді. Алайда әлі күнге дейін өзінің келбеті мен дене бітімі ұнайтын ұлды немесе қызды кездестіру қиын. Өйткені әлеуметтік желідегі ойлар мен адамның ойындағы стандарттар қатты әсер етеді. Сырт келбет маңызды емес деп сендер айтасыңдар. Алайда статистикалық сандар алдамайды. Статистикалық тұрғыда тартымды адамдардың жетістікке жету мүмкіндігі көп болады. Қысқасы олардың жол болғыш деп кейбіреулер айтады. Алайда әдемілік ол тек сәтті генетика емес. Оны сақтап қалу керек. Әдемілік бұл шеберлік. Бірнеше күнделікті әдеттер мен әрекетті талап етеді. Бүгін сендерге дәл осы жайлы айтатын боламын. Сендермен бірге болатын мен Apple. Короче, кет, лайк басып кетейік. Әдемі адам деген кім? Нақты сурет жоқ. Талғам өзгереді, оны бақылау оңай емес. Мысалға, қайта өрлеу дәуірінде томпақ қыздар әдемі болып саналды. Ал біздің уақытта табиғи сау қыздар. Алайда уақыт қалай өзгергенімен адамдардың талғамы әртүрлі. Бұған тарих, мәдениет және оның ортасы әсер етеді. Қандай адам саған ұнайтынын білу қиын емес. Өйткені сен ұнайтын адамның жанында болғанда приятно және оған сен көп қарағың келеді. Бірақ бұл видеода ойдағы стандартқа сәйкестік жайлы емес. Әдемілік бүкіл жерде бар және ол бірегей. Әркім өз таңдауын жасайды. Қысқасы, қалай әдемі болу керек? Бірінші ұйқыдан бастайық. Бұл ең басты фундамент. Егер де сендер жаман немесе аз ұйықтасаңдар, әдемілік жайлы ұмытсаңдар болады. Бұл қартаюды жылдамдатады, ішкі органға әсер етеді. В общем, проблемасы көп. Сондықтан ылғи да бір уақытта ұйықтаңдар. Күлгін суреттерден айырылып, яғни телефон, монитор, телевизорды кем дегенде ұйықтағанға дейін 1 сағат бұрын өшіріп қойыңдар. Либо хотя бы ночной режим қосып қойыңдар. Ұйықтағанда салқындау қараңғы жерде 6 немесе 9 сағат. Бұл енді адамға байланысты ұйықтаған дұрыс. Главный режимді сақтасаңдар болды. Негізі будильниксіз ұйықтаған дұрыс. Немесе хотя бы даңғырлаған мелодия емес, бір сабырлы мелодия қойыңдар. Ұйқыдан тұрғаннан кейін кемінде жарты сағат телефон қолданбауға тырысыңдар. Таңды жылы сумен бастап жаттығулар жасасаңдар тіпті жақсы. Кейін жуынып, тісімізді жуып, негізі щетканы 3 айда бір ауыстырып тұрған дұрыс. Және де күніне 2 рет жуу керек. Негізі Японияда әр тамақтанғаннан кейін тіс жуу қалыптасқан. Но біз тамақтанғаннан кейін қансыз ағаш шайынсақ та жетеді. Зуыны пастаны ақылмен алу керек. Пастаға ақша аямаған дұрыс. Жаман паста алып, кейін белгісіз емдерге ақша құртып қиналғанша. Тісті жуып болғаннан кейін бетке массаж жасауға болады. Бұл дегеніміз атышулы фейс пилинг менюға келдік. Сатылымнан қатты сағыздарды, скулға арналған тренажеркаларды табуға болады. Иә, накачанный скулдар әдемі, мужественно керемет көрінеді. Бірақ бұндағы мына бірнеше заттарды ешкім айтпайды. Бірінші, тұқым қуалаушылық. Әркімнің генетикасы әртүрлі. Кейбіреуінің беті негізінен томбақтау болып келеді. Екінші, майдың пайызы. Егерде арық келбетті қаласаңдар, сендерде арық болу керексіңдер. Бұл үшін дұрыс тамақтанып, спортпен айналысып, кардио жасау керек. Үшіншісі, жас. Адамның денесі 25 жасқа дейін қалыптасатынын ұмытпаңдар. 25 жасқа дейін мүлде басқа адамға айналып кетуге болады. Себебі сендер өсесіңдер. Төртінші, демалу. Ылғи да мұрынмен демалу беттің дұрыс қалыптасуына үлкен септігін тигізеді. Бесінші, гормон. Егерде сен еркек болып денелік көргің келсе, онда тестостерон деңгейін тексеріп, оны ылғи да көтеріп отыр. Ол үшін ауыр салмақпен тренировка немесе кардио жаса. Төмен тестостеронды ер азаматтың болуы бұл жаман. Негізі бұл нормаға айналмау керек. Алтыншы, осанка. Неше түрлі мимик жасауға болады. TikToktан скулдар жайлы түрлі видеолар көруге болады. Алайда иығыңды түзу ұстамасаң, бүкірейіп отырсаң, онда скул жайлы ұмытсаң да болады. Түзу отырмағаннан қан дұрыс айналмайды. Ал экспандер скулға арналған тренажерлар өте қауіпті заттар. Ол бірнеше айдан кейін визуаліне өзгеріс беруі мүмкін. Бірақ шайнауға жауапты бұлшықетке ылғи да күш түседі. Ал бұл негізінде жаман және дұрыс емес. Және де бұл эмалды құртуын жиілетеді, істегенде қиындатады және онсыз да нәзік суставымызды құртады. Одан да бетке массаж жасаған дұрыс деп санаймын. Таңертең фильтрланған сумен жасалған кубик мұзбен бетімізге жүргізіп шығамыз. Кейін гимнастика кез келген бетке арналған приложениені жазып орындап шықсақ болады. Результат әрине бірден болмайды, бірақ олар бар және де қауіпті емес. Егер де скул қаласаңдар, онда артқы тістермен қантты сағыз шайнап арттасаңдар болады. Әрине интернетте шулап жатқан менің жайлы ұмытпаңдар. Жеңіл сөзбен айтқанда, мұрынмен демалуға арналған техника. Бұнда тілді полностью жоғарыға тигізіп тұру. Главный тілдің тіске тиіп тұрмаса болды. Аты тісіңді қисайтып жіберуі мүмкін. Яғни бұл тілдің дұрыстыруы. Ал мұрынмен ылғи да демалу керек. Тіпті ұйықтағанда да. Басында қиын болады, кейін әдетке айналып кетеді. Егер де бұл қиындықтар тудырса, түнде ауызға медицинский пластермен жауып қоюға болады. Организмді танаумен демалуға үйрету үшін. Либо танауды жауып қойсаңдар болады. Қалғанға шейін ұйықтайсыңдар. Әрине бұл қалжың.
және де кардионы спортпен шұғылдануды, жиі су ішуді және зиянды тағамдарды жемеуді ұмытпаңдар. Көбі айтпайтын бір зат. Егер де сендер прикуспен проблема болса, онда сендерге тек лайнер немесе брекет көмектеседі. Бұның негізі тиктокер либо блогер емес, стоматолог айтуы керек. Кейбіреулер бір скинмен бәрін өзгертіп, әрқашан әдемі болуға болады деп ойлайды. Алайда видеоның басында айтқандай, өз әдемілігіне қарау бұл кен жұмыстарды талап етеді. Ал осыдан кейін душқа кірейік. Суық душ қалдырып көрсеңдер болады. Алайда бірден емес, ақырын-ақырын жылытып, кейін аздап суыта түсу керек. Ал басты всегда жыл сумен жуған дұрыс. Егер де сен қыдырмасаң, спортпен айналыспасаң, бірақ суық душ өміріңді өзгертеді десең, онда сен жай ғана аңқаусың. Ылғи таңертең душ қалдыруға болады. Алайда ылғида мочалкамен сынып, ылғида шампунмен жууға болмайды. Олай біз тек өзімізге зиянымызды тигіземіз. Шампунды аптасына тек 1-2 рет қолдансаңдар болады. Ал басқа күндер тек кондиционер для волос қолдануға кеңес беремін. Кейін әрине қырынып тұрыңдар. Жуынғаннан кейін жақсы духи сеуіп алсаңдар болады. Иіс үлкен рөл атқалады. Магазиндерді аралап, бюджетный, бірақ богато пахнущий духи тауып алсаңдар болады. Тамаққа келейік. Қысқартып айтсақ, сендердің күнделікті тамақтарында жеткілікті пайдалы майлар, жеткілікті белок және углеводтар болу керек. Тамағымыздан қантты жиі қолдануымызды азайтуымыз керек. Қанттың бір күндік нормасы негізінде 50 граммнан аспайды. Бұл дегеніміз 10 шай қасықпен бірдей. Алайда біреулер бір норманы таңғы астың өзінде бұзады. Әрине газированный напиток, фастфуд, снектерді жеп тұруға болады. Бірақ бұл тек айына 1-2 рет қана. Тәттінің орнын жеміс-жидектермен ауыстырсаңдар болады. Дәмді және пайдалы. Шайда қантпен ішсеңдер, қант қоспай ішіп үйреніңдер. Немесе зияны жоқ сахара заменителін қоссаңдар болады. Қанттың зияндығы бір жағынан әсіреленген. Просто оны үлкен көлемде тауарлар арзандығы үшін қолданады. Бізде спорт. Спорт сендердің өмірлерінің бір бөлігі болу керек. Әрине оны жақсы және қиындықсыз сүргілерің келсе. Таңды жаттығумен бастаған жақсы. Аяқ пен арқаға көңіл бөліп, күнделікті жүгіріп, немесе кем дегенде күніне 10 км жүру керек. Бұл барлығына арналған ереже. Егер де аптасына бірнеше күн залға барып тұрсаңдар, тіпті жақсы. Абонемент сатып алсаңдар, немесе үйде жатсаңдар болады. Қазіргі ұрпақ соцсетте көп отырып аз қозғалады. Бұдан көбіне депрессия мен мәселелер басталады. Бұл қозғалыстың жетіспеушілігінен болады. Тұрақты спорт басты қалыпқа келтіретін ең жақсы дәрі, соны ұмытпаңдар. Арқа жайлы ұмытып кетпеңдер. Арқаның бұлшықеттерін күшейтуге арналған жаттығулар жасаңдар. Арқа мен иықты түзу ұстауға мән беріңдер. Әсіресе отырған кезде. Массаж жасаңдар да болады. осанка көп нәрсеге байланысты. Өздерін жақсы сезінесіңдер және өмірлерінің ұзақтығына әсер етуі мүмкін. Егер де адам ылғи да қисық отырса, онда миге ауа жеткілікті жетпей қалуы мүмкін. Қазіргі кезде көбі қисық отырады. Тіпті қазір түзу отыратындардан қисық отыратындар көп. Ал негізінде керісінше болу керек. Ал басын телефон ұстағандағы төмен қараған күй жағдайды қиындатады. Сол себепті түзу жүруге тырысыңдар. Шаш адамның көркі дейді ғой, сол себепті шашқа ерекше мән беру керек. Өзіне жарасатын шаш үлгісін таңдауға тырыс, немесе жақсы барберге барсаң болады. Біздің нағыз әдемілік ол сенің ішінде. Бұл өмірде қаншама сыртқы келбеті көрікті, ал жан дүниесі жиіркенішті адамдар бар. Ал сенімділік, көш, мейірімділік бұл шынымен де әдемі. Әдемілік бұл шеберлік, бұл күнделікті әдет, күтім, өз-өзіне деген қарым-қатынасын. Бұл өз-өзін сыйлау. Өз-өзіне деген күтім жасау бұл негізі жынысқа да, жасқа да қарамайды. Бұл білу керек негізгі нәрселер. Ал егер де тағы қосқыларың келсе, өз пікірлеріңді комментке қалдырып кетсеңдер болады. Егер де мені жоғалтып алғыларың келмесе, арнаға жазылуды ұмытпаңдар. Бүгінгі видеода сендермен бірге болған мен Apple. Короче, давайте, пока-пока, чао.